Так, кеш жарық. Бүгінгі біздің жалпы ниша таңдау сабағымызға қош келдіңіздер. Не істемей тұрып, сабақты бастамай тұрып, кішкене курстың барысын түсіндіріп өтейін, кейін ережелерді, сосын бұйырса сабаққа кірісеміз. Ә, Ең бірінші бізде курс бүгін, бұйырса и келесі сабақ среда күні болады, осындай уақытта. Ертең сіздерде перерыв, жалпы домашка орында уақыт беріледі. Ол бір. Екінші, бұл жерде тек қана нишаны өтеміз. Ешқандай Китай, юнит, финанс, продвижение, тағы бірдеңке, SEO деген сияқты тақырыптар қозғалмайды. Окей? Тек қана ниша. Қайдан қалай іздейміз, қандай қараймыз, жалпы қандай нәрселерді мен лично өзім қолданамын. И сосын кейбір бонустарды беремін. Жалпы сіздерден жақсы аппаратты болса, менен де жақсы информациялар болады бұйырса. Поэтому активно отырайық, камераны қосып отырайық, потому что мен вебинарда отқан жоқпын, ешкімді көрмей өзім сөйлейтін емес. Бұл живой сабақ болғаннан кейін тем больше сұрақ қоясыздар, сол кезде тақырып көбірек ашылатын болады. Ол бір келістік пе? То есть бұл жақта нишадан басқа лишний информация болмайды негізінде. Егер біреу ойлап қалған болса, типа бұрын менде мысалы ниша курсында юнит тағы бірдеңе өтетін едік та, бағасы да басқаша болатын. Қазір акцент тек қана ниша, потому что көп адамдар именно осы ниша табудан, оны запускать етуден қорқады. Поэтому акцент осы неге беріліп отыр, осы тақырыпқа. Одан кейін барлығымыз обязательно ручка қағазды алып моменттерін барлығын жазып отырамыз. Мен кейбір нәрселерге акцент қоймай айтуым мүмкін, бірақ оның барлығы, осы жерде айтылатын информацияның барлығы өте маңызды. Поэтому әрбір нәрсені өзіңіз керек болды деген барлығын түртіп жазып отырыңыздар. Ең маңызды нәрсе запись тек қана айталық 5 күнге ме сақталады. Неге? Потому что осы уақытқа дейін оқыттым, доступты көбірек уақытқа бердім, тем больше соза берген сайын адамдар қайталауға ерінеді, откладывает, потом. Поэтому 5 күннен кейін бұйырса средадан кейін 5 күн есептейміз, одан кейін записьтердің барлығы кетіріледі. Поэтому керек информацияның барлығын жазып алыңыздар. Бұл жерде бір сложный алгоритм жоқ, обязательно қайталап отырып шаг за шагын жасайтын да, бір қиын алгоритмдер жоқ. Қарапайым сіз көріп жүрген импостация, сіз көріп жүрген маркет-гуру, 5-6 кнопка барлығы басылатын, барлығын жазып алсаңыздар болады. Нағыз түсінбейтін болсаңыздар, осы ноутбукты қосып өздеріңіздің телефондарыңызға камераға жазып алсаңыздар болады. Жалпы осы сабақтан кейін бұл запись урока именно қазір қатыса алмай қалған, кейін повтор қараймын деген адамдарға арналған. Келістік пе? Я. Да. Код доступы сұрап тұр дейді. Так. Записьті сонда сіз 5-7 күнге бересіз ғой, иә? Иә, Түсінгенім 5 бойынша. күн. Да. Так, түсінікті ғой. Да, нормально, да? Кеттік дальше. Енді барлығымыз импостация жұмыс жасадық па да, негізі? Иә, жасағанбыз. Да. Негізінде қалай, менің негізі қараңыздар, ниша деген кезде бізде әртүрлі не бар, әртүрлі критерий бар да, әртүрлі стратегия бар. Кім қандай нәрсемен жұмыс жасағысы келеді, оны өздеріңіз білесіздер. Қатып қалған, ең бірінші есте сақтайтын нәрсе, қатып қалған бір жол жоқ. И тек қана мынаған ғана қарайсың, осы болса болады деген сияқты критерий жоқ тоже. Естеріңізде сақтап алыңыздар. Әрбір обучение өткен сайын, әрбір экспертке барған сайын ол басқаша айтады. Потому что әркімнің методы әртүрлі. Біреулер үйден шықпай жұмыс жасағысы келеді, біреулер тек қана мысалы өзінің білетін товарын сатқысы келеді, біреу тек қана Қытаймен жұмыс жасағысы келеді да, әртүрлі. Поэтому сіз өзіңізге келетін, өзіңіздің бюджетіңіз көтеретін вариантты таңдайсыздар. Енді ең бірінші жалпы нишаға келген кезде менің ұстанатын стратегиям ол адамдарға қажет товар сату и конкуренттерден ерекшелену. Және баға, тиімді баға болса, жақсы качество товар болса, негізінде барлық товарды сатуға болады. Одан кейін дұрыс карточка дұрыс толтырылу керек, және реклама жақсы қосылған болса, в основном негізінде жақсы барлық товар өтеді. Енді өтпей қалатын кездер қашан болады? Біз көбінде просто карточканы создавать етеміз и оған ешқандай әрекет жасамаймыз да. Күн сайын қарап отырамыз. Примерно реклама жібере саламыз, 2000, 3000, потолок 5000 рубль жібереміз, заказ түспесе, осы нишаны қоя саламыз да. Бұл өтпейтін ниша деген сияқты.
возможно өтпейтін болуы мүмкін, но оның өзінің себептері бар да, соны қарау керек. Енді ниша таңдаған кезде жалпы рекламадағы сияқты біз воронканы қолданамыз. Яғни сіз басында бірнеше товарды немесе бірнеше категорияны таңдайсыз да, мысалы 20, 30, 40 деген сияқты. Воронканы білесіз ғой, сурет осылай кетеді да, төбесінде общий нишалар кетеді. Одан кейін сіз сүзгіден өткізіп соңында бір 5-10 нишаны қалдырасыз. Соларға запуск жасайсыз. Содан кейін барып тестовый көресіздер, отзывтарға байланысты продуктын либо дорабатывать етесіздер, либо ол нишадан шығып кетесіздер, если ол жаман отзывтар келетін болса. Енді менің жалпы сіздерге қазір айтқым келетін, өзім мысалы қайдан қараймын нишаны, ең бірінші ол адамның кругозоры, насмотренность дейді. Тем больше сіздер көп нәрсені көресіздер, көп адамдармен араласасыздар, көп зерттейсіздер маркетплейстарды, соғұрлым сіздердің нишаға деген көзқарастарыңыз көбірек болады. Мысалы қараңыздар, мен мысалы былтыр емес, жыл жарым бұрын саттым да. Ең бірінші сатқан товарлардың бірі, обучениеден кейін жұрттың бәрі сататын чайникті бастадым. Стеклянный чайник, кәдімгі обычный, соны саттым. Ол кезде мен түсіндім, что ең басында бізде не болды проблема, оптовиктер ВБ туралы ешқандай білмейтін болды. И минимально 10 штук аласың, бір коробка аласың деп қатып алады да. Ешкім қазіргідей бір штукты оптом бағада ешкім бермейтін еді. Солай мен чайникке кірдім, и ол жақта түсіндім, примерно маған маржа қалмайды. Потому что мен көп закуп жасай алмаймын, бюджет шектеулі. Екіншіден, сатып жатқан топовый конкурент ол өте төмен бағада сатып жатты. Сол кезде мен ең бірінші, қазір сіздерге ашып көрсетейін, уникальность дейді ғой, нені жазып қойсаңыздар болады. Не екен? Уникальность. УТП. Уникальный торговое предложение, да? Ерекше ұсыныс жасау керексіздер, да? Так, экранмен бөлсем. Так, көрінді ме экран? Көрініп тұр. Так, кімнің баласы? Дауысын микрофон сөйлесіп кетсең. Папа, лисички. Так, қазір асылшын сіздерге көрсетемін. Бұл жақта суть былай болатын. Мысалы, жұрттың бәрі обычный чайник сатып жатқан кезде, мен ең біріншілердің бірі болып, қасына нені қостым? Астына подставканы қостым. Всегда айтып жүремін. И подставкадан бөлек свеча қосқан болатын да, сөйттім де комплект етіп саттым. Ол кезде ондай товар почти жоқ болатын ВБ-да. И менде сразу заказдар кетті. И сол подставканы қосудың арқасында, свечаны подаркаға салудың арқасында менде ерекше товар пайда болды. Уникальный. Хотя обычный чайник, но бана бір-екі нәрсені қосу арқылы мен товарымды ерекшеледім конкуренттерден. Так. Қандай жақта болса көрсетемін. Міне, мынандай ғой, мынандай чайник. Астында подставкасы болды, стеклянный подставка именно, міне тура осындай. И ішінде несі болды, свечасы болды, жанып тұратын вот. 2 штук свечадан салдым. Тура осы істеген кезде менде товар уникальный болды уже. Мен оған қымбатырақ саттым. Ана подставканың бағасын, свечаның бағасын барлығын қосып, и конкуренттерден осылай ерекшелендім. Кейін адамдар бұл трендті қайталады, ол өлді. Одан кейін сол мен ол неде бізде бұрын білесіздер ғой, Байсеркеде ратушный болды ол кезде, товар көп сынатын да. И товарлардың көбі сынсын, солай мен істедім, ол нишадан шығып кеттім. Кейін бұл нишаны қарап отырсам, адамдардың барлығы уже қайталап тастады, и адамдар мынандай пиаланы қосып тастады. Қасына стакан ыдысын қосады, чашка дейді ғой, пиаласын. И бағанағыдай подставка, еще чайниктің өзі. Осылай набор етіп сатты. Набор етіп сатқан кезде сіздің бана 300 рубльға сатып жатқан чайнигіңіздің бағасы уже 1500 рубльға дейін көтерілді да, мына жақта көрдіңіздер ме? Манағы ненің арқасында, УТП-ның арқасында.
осындай нәрселерді УТП деп атаймыз, яғни уникальный торговое предложение, ерекше ұсынысты клиенттерге. Бұл бір. Екінші, ниша таңдаған кезде барлықтарыңызда негізі бір нәрсе бар ше. Мысалы, қыздар тарақты таңдайды да. Біреуге мынандай тарақ ұнаса, біреуге басқаша тарақ ұнайды. Ол всегда сондай. То есть сіз сияқты адам негізі всегда табылады. Сізге ұнаған тарақ ол обязательно басқа адамдарға ұнайды. Сондай бір подходтар табу керек. Екінші мен кірген ниша ол ихрам дейтін болатын. Умраға барған адамдар біледі. Ана ер адам үстіне ақ киеді ғой, екі орамал. Үстінен белінен тағатын екі орамал болады. Соны ихрам деп атайды. Мен сол нишаға кірген кезде ол жақта ешкім сатқан жоқ. Тек қана 3 шақ конкурент болатын. Оны мен ешқандай аналитикадан, эмпостациядан, маркетинг тапқан жоқпын. Просто өзім кезінде осы нәрсеге мұқтаж болдым, іздедім. Сол нәрсені веб-дан қарадым да, сөйтсем ешкім сатпайды екен. Мен алдында просто ихрамды неге шығарып қойдым продажаға. Ешқандай инфографика жоқ. Суретін барахолкадан түсірдім, соны неге салдым веб-ға. Кейін адамдар не істеді, алды, заказ берді, сосын сұраққа жазатын болды. Ремень комплектіде бар ма деп. Тоже осы жақта назар аударып отырыңыздар әрбір сөзге. Ремень комплектіде бар ма деді. Мен алдында комплектіге ременді қостым, бағасын көтердім. Инфографика жаздым, ремень в комплекте деп. Уже адамдардың сұранысын мен қанағаттандырдым, түсіндіңіздер ма? Кейін барып детский сұрап бастады менен. Ол кезде мен оған карточка создавать еткен жоқпын, просто неге сұраққа вопросқа өзім телефон номерімді қалдырдым. Олар маған WhatsApp-қа шықты. Ақшасын бөлек былай алып алдым да, сосын оларға неге мана мужской үлкен адамның қасына детскийді подаркиге қосып салып жібердім просто. Сөйтіп сатқан болатынмын. То есть бұл жақтан шығатын қорытынды сіздер өздеріңізге қараңыздар да, өзіңізге, айналаңызға обязательно бір товарлар бар, который сіз іздеген веб-да жоқ, мысалы ше. Ондай товарлар бар негізі. Сол нәрсені неге жарыққа шығару керек. Одан кейін көп адамдар, мысалы үлкен адамдар, мысалы Алия ханымда, одан да үлкен жасты адамдар көбінде не ауыратын, сустав, тамыр ауырады да, сүйектер, буындар ауырады. Қарасаңыз, соған, мысалы, мен қазір сіздерге бөлсем деген ниша, соған қатысты ниша да, мысалы, китайский таблетка суставқа қарсы. Оны тоже, мысалы, қайдан білесің? Мен просто бір конкурентісін көріп қалдым, казахский ипаны Астанадан сатып атқан, күніге 400-500 штук сатады да, сол таблеткеден. Алдында өзіме салып қойдым. Осы жерде екінші мәселе бар. Мен біреудің карточкасын көшіріп салдым. Салған кезде ана жақта категория әртүрлі болды. Біреуінде пищевой бірдеңке дейтін болды, сосын экстракт дейтін болды. Сосын 2-3 түрлі категорияда адамдар салады екен. Мен сол бір товарды 3 рет салдым. 3 рет қайталадым. Біреуін басқа категория, екіншісін басқасына, үшіншісін басқасына. Түсінікті? Сол кезде маған не істеді, соның біреуіне заказ түсіп бастады. Получается, егер мен біреу ғана салып қойған болсам, заказ түспесе, менде ой болады, бұл товар өтпейді дейтін. Но мен бұны қайталадым, басқа категория салу арқылы маған заказ келіп бастады. Салыстырында қайсынан көбірек заказ түседі. Соған акцент бөлдім, экстракт дейтін бірдеңке дейтін бар категория, соған менде көбірек заказ түсті. Соған алдында органика кеткеннен кейін уже реклама қосып жібердім. Осы қосып сосын барған автоакция дейтін болды, соған түскеннен кейін менде уже товарым кетті. Күніге 20-30-дан кетсе, қазір уже 40 үстінде түседі. Бір сұрақ болады ма? Сіз 3 рет салды дегенде 3 түрлі карточка салған жоқсыз ғой? Просто 3 түрлі категория. Бір товарды 3 рет қайталадым, 3 SKU. Бірақ әртүрлі категорияда, иә? Әртүрлі категорияда, иә. Ол не үшін әртүрлі категория болды? Себебі ол жақта шынымен разный категория болды. Мысалы, сіз BB крем сатасыз да? BB кремді алып, BB кремге салсаңыз болады, корейский косметика категория бар, тағы бірдеңе солай салсаңыз болады. Кейбір товарлар бар, мысалы, измельчитель да, оны сіз басқа категория сала алмайсыз. Измельчитель болып қалады, болды. Но осы измельчительдің ішінен мен тағы 2 рет немесе 3 рет саламын. Біреуіне брендті басқаша жазамын, біреуіне наименованияны, біреуіне басқа инфографика қоямын. Түсіндіңіз ба? Сразу заодно үшеу саламын солай тексеремін. Чтобы пропускать етіп алмашында максимально қайталайын да. Мен білетін бір адам бар, менен постоянно импостар салатын. Олар бір товарды 10 рет салады. 10 инфографикамен. Түсіндіңіз ба? Соны қарайды. Қай жағында жақсы өтеді, иә? Қай жағында жақсы өтеді. Может, сіздің суретіңіз не болып заказ келмей қалған шығар да? Товардың күшті болуы мүмкін. Осы нәрсені упускать етпес үшін товарды бірнеше рет қайталаған жақсы. Сізге біреу айтуы мүмкін, типа,
ол неғылған жұмыс сонша әуреленіп деген сияқты ше. Мен сізге қазір чисто практика бойынша айтып жатырмын. Может біреуге ондай нәрсе ұнамауы мүмкін да. Бір адамда бір товар салады, бәленбай мыңға инфографика жасатады, рекламаны қосады, осылай продвигать етеді. Это тоже рабочая схема. Но менің қазір айтып жатқан методым сіздерге бесплатно. Карточканы создавать ету бесплатно, неше түрлі категория салу бесплатно, поэтому попробуйте, да. Чем сливать деньги на рекламу. И ақшаңыз көп болса, конечно, болады, бірақ көбінде қазір келіп отқан адамдар ақша жағынан қиналғандар, поэтому осындай бесплатный методтарды көрсеңіздер болады. Түсінікті? Одан кейін қараңыздар, тоже мысалы мен всегда мысалы бассейнге барамын да. Барлығы мысалы қарапайым менің өмірімнен алынған нәрсе, біреуге туфта болып көрінуі мүмкін, но факт. Бассейнге барамын, примерно 1 сағатта жүзіп бастаған кезде мен ішім пысып бастайды да. Мен не істеймін? Наушник іздеймін. Наушник іздеймін, именно су өтпейтін, судың астындағы. Ол менің бойым болды, түсініңіздер ме? Бойым болды, и мысалы мынандай наушник алдым. Мына наушник құлақтың ішіне кірмейді. Былай қоясыздар. Міне, қойдым. Мына жердегі сүйек арқылы дыбыс өтеді. Бұрын мысалы естіп көрген жоқсыздар да? Мен де білген жоқпын. Мен просто наушник для бассейна, бірдеңке деген ключтерді іздедім. Ешкім көп іздемейді екен. И осы наушник таптым. Мынаның судың астына кеткен кезде құлағың бітеледі, и дыбыс қатты шығады. Дыбыс сүйек арқылы өтеді миға. В общем, қалай екенін білмеймін, в общем, өтеді, короче. И құлақтың ішіне басылмайды. То есть бұл нәрсе мысалы бойдан шыққан нәрсе, түсініңіздер ме? Осындай нәрселер негізінде өте көп. Бұл андай кім уникальный елде жоқ товар іздейді, сондай адамдарға арналған да. Қарапайым мен примерно айтып өтдім. Одан кейін мысалы мынау үйде қолданып жүрген атын білмеймін қандай екен. Короче, баламыз болды. Бала болғаннан кейін температурный режим сақтау керек та, влажность сақтау керек. Мына нәрседе мысалы градус бар, сосын влажность бар, и сағат бар. Барлығы в принципе қамтылған. Кішкене ғана прибор. Біз көреміз, үй сухой болып бара жатса, увлажнитель қосамыз да. Ыстық болып бара жатса, батарейка азайтамыз түстің күні. Чтобы мына балаға нормальный режим сақтау үшін. Енді осы жерде вопрос, мына товарды қалай ерекшелеуге болады? Айтыңыздар. Мынау қазір маған көрсетіп тұр уақытты, температураны, влажностьті. Мына жақта индикатор бар да, типа комфортно, сухой или влажный деген сияқты. Мысалы, Подарок. Ау? Қасына бірнәрсе қосу. Подарок қасына, бірақ қандай можно добавить? Индикатор. Батарейка салу бірге. Подарок батарейки, да? Или комплект бар ма? Комплектте ішінен келеді, өзінің батарейкасы кажется. Бірақ запаста жоқ бізде. Андағын увлажнительға подаркқа болады. Увлажнитель қосуға болады. Жоқ, именно осы продукттың доработка жасауға болады ма? Не ойлайсыздар? Не жетпейтін сияқты? Мен мысалы осы жаңа ойландым да, маған бір идея келді. Соны сіздер айтамын деп күтіп отырмын. Андағы сізде подставкада ма тұратын? Былай тұрады, жерге қоясың. Ну, любой нәрсеге Стол бүйтіп үстінде, шақыратын бар, былай тұрады. Может, это липучка жасап, пыстырып қоятын бір жерге. Липучка жоқ екен, негізі жақсы идея. Жарға іліп қоюға да стенаға. Иә, енді мүмкін кухняда, білмеймін, Двусторонний не сияқты, клей сияқты, да, получается? Не, мына жақта типа. либо андай бүйтіп ойық болады, кішкене ше, сағаттар. Шурупты қадайсың да, іле салады. Кішкентай балалар төрге шығып құлатып жіберсе, андағын іліп қойса деген ғой, мысалы. Негізі менің ойлаған нәрсем ше, Китайдан бұны жасататын болсаң, маған мысалы не жетпейді білесіз ба? Сигнал жетпейді да. То есть, мысалы, сухой болып кетсе, маған бір красный жанатын болса, түсіңіз ба? Маған какой-то звук берсе, либо сигнал берсе, чтобы типа у вас падает температура, да, или падает влажность. Сондай индикатор болса, вообще мощный болады. Мен уже көремін. Телефонға қосылатын болса тоже. Телефонға қосылса тоже вообще тема. Ол кезде бағасы қымбат болуы мүмкін да, кішкене Bluetooth қосу керек болады, деген сияқты. Индикатор өте жеңіл деп ойлаймын. Бір датчик емес ол. Осындай нәрсені ойлап жасайтын болсаңыздар, товар өтеді да. Оны көрсете білу керек. Да. Енді біз қазір шыны керек, қазақтар дайностьқа тік қалдық қой, тек қалай аласың, солай сатасың. Бізде доработка нәрсе көбінде жасалынбағанда, жетілдірілмеген. Поэтому осындай нәрселер. Так, наушникті айттым сіздерге. Одан кейін, мысалы, біз шетелге шықтық, кішкентай баламызбен. Мен не іздедім, балаға удобный ұйықтау керек та самолетте.
бәрі бойдан шығып жатыр, потому что біз оны астанаға туда сюда көшіп жүрдік қой, білесіздер. И қиын еді да самолетте баланы ұйықтату. Біз сол үшін ұйықтататын нәрсе іздедік и вайберсін таптық, гамактарды. Отырғыштың алдына іліп қояды екенсің, астына өзіңе қарай қоясың, и сен мына алдыңда мынандай орын пайда болады да, балаға жататын полноценный ұзыннан жата алады. Бұл нишаның барлығы бойдан шыққан нишалар. Одан кейін тура соны любой машинаға немесе самолетке аяқ тұратын жер бар ғой, сол орынға сіздер мынадай не болады, атын қалай ататынын білмеймін, короче подушка сияқты үріледі да полный жабады, теп-тегіс не болады, поверхность болады, и тоже сіздің балаңыз спокойно ұйықтай алады. Надувной матрас. Надувной матрас деуге болады шығар, бірақ кішкентай ақ, бір адам көлемінде самолет сияқты. Білесіздер ғой, самолетте қандай орын болады, соған арналған. Детский гамак дей ма, бірдеме дейді ғой деймін. Гамак ана материал, ол мата сияқты, ол үрілмейді. Анау надувной үріледі да, жиналып қалады шап-шағын болып. Вот осындай нәрселер болды. Тәйникті айттым. Получается, бұның барлығы біздің қарапайым неден шыққанда. И мен сіздер бана қазір маған көп заказ түсіп жатқан нишанымен бөлісемін дедім да, сразу бөлісе салайын. Суставить. Оны сіздер көріп жүрсіздер, возможно, бірақ ешкімдер менсінбейді ше. Адамдар менсінбейді бұны. На самом деле, бұл жақта қарасаңыздар, даже анау айтқандағыдай запрос қатты емес ше. Суставить деген кезде 2-3 мың запрос бар. Осы 2-3 мыңның өзінен менің өзіме 40-50 заказ келіп жатыр, басқаларға вообще. Хотя оны ешкім ойламайды, мысалы деп. Мынандай жасыл таблетка, сразу айтайын, чек низкий. Китайский ғой. Китайский, да. Ешқандай инструкция жоқ. Чек низкий, да? Ау? Низкий чек, да. Да, низкий чек, да. Бұны мен чисто Мен бір суставтың несін сатып едім, сол... Естімей қалдым, Алихан. Мен бір таблетка сатып едім, менде связь нашар болып тұр ғой деймін. Менің бір осындай препаратым неге кетті, блокқа кетті. Сіз ана блокқа кетті дегенге менікі диприлив деген жақсы. Енді бастап жатыр едім, что-то алды да блокқа қойды. Мен енді хат жазып жібердім. Ой, не дейді, обращение. Сіз өткенде айттыңыз ғой, что это? Да. Жазым деп. Мен де жазып едім, маған ответ келді бірақ. Что интересно, кеше ғана келіп тұр. Біз рассмотрим дейді сіздің неңізді. Егер ашуға қажет болса, ну енді хабарын береміз деп. Тура сізге сатып жатқан болса, ойламай отыр едім. Не істер едім деп отырғам. Егер сатып жатқан болса, сіз бірақ бұндай емес, ол германский. Бұған документ требует. Жоқ, ондай бәрінікін алып тастады, бәрін блокқа салып тастады. Мен, короче, конкуренттер подставить еттім ғой. Сізде, видите, сіздікін ғана блокқа қойды да, басқалар Жанлыға жіберген ғой бұлар просто, получается, поэтому. Сізде бәрін түгел. Вообще бат нелерге кірмесе де бұған андай документ подтверждающий, что это лекарственный препарат деген сияқты керек қой бәрібір. Вот қараңыздаршы, міне осы жерде проблема. Сіз қазір ештеңе істемей, әрекет жасамай, өзіңіз кері өзіңізге отказ жасап алдыңыз да. Ондай документ жоқ. Документ керек дедің, бады дедің, тағы бірден дедің, и нишан салмай қалды. Просто тупо. Мысалы, Жасмин орнында мен просто салар едім. Біріншіден, көрем, екіншіден заказ түссе жіберетін едім. Блокқа түссе, барып потом айтар едім да. Оказывается, болмайды екен деген сияқты. Документ сұрайды екен деген сияқты. Бірақ сіздердің проблемаларыңыз осы этаптар жасамайсыздар. Көрдің, жасамайсың. Өзіңе подтверждение тауып аласың, документ керек. Это бады, там, короче, медицина, анау-мынау, и сонымен шыға саласың да. Попробуйте. Жоқ, мен в этом плане, извините, перебью, конечно, я в этом плане понимаю, но я просто говорю за штрафы, потому что штраф ертең келіп қалмай ма деп жатқаным, а не то, что, типа, көрдің, істей салдың деген емес. Жоқ, штраф қараңыз, қараптан қарап біріншіден штраф демейді, обязательно негізі предупреждение келеді. Мысалы, менікі, мысалы, блокқа кетті ғой, айтады, лекарственный препарат бірден кетеді. Мен жаздым, мен осынша уақыт сатып келе жатырмын біріншіден, екіншіден бұны барлық конкуренттер сатып келе жатыр. Бұл шөптен жасалған деп жазып жібердім да. Хотя мен қатты шарт етпеймін, шыны керек. Бұл үшін не бар екенін білмеймін. Қытайша түсінбеймін. Сөйтіп жаздым, и конкуренттен барлығы артикулын алдым да жібере салдым. Блоктасам бәрін блокта дедім да, тек мен емес. Одан менікін ашып қойдым, сөйтіп кеткен десем. И потом отзывтар. Мысалы, егер шынымен адамдар бұдан пайда көрмесе, тош сатпайды дедім да. Отзывтар өте жақсы келіп жатыр. Помогает. Уже не первый раз беру деген сияқты адамдар живой отзывтар келіп жатыр. Бұған ешқандай самовук жасаған жоқ. И осындай нәтижесін көргеннен кейін неге сатпасқа да? Потому что реально помогает и бағасы қолжетімді, прямо өте арзан.
Вот. Осынша, короче. Бұны манағыдай енді келесі не бар? Сіздер арзан товар сатып, мысалы мынаның бағасы 120 теңге да, бір блистер ше. Рыночный Ой, бағасы. күшті Кейін біз. оптимал көбірек алсаңыздар түседі. Адамдар Бізде 120 сол теңге, бюджет өте аз болып отыр. да, 120 теңге бір арзан. Сосын сатсаң ол копейка болып көрінеді. И типа комиссия, логистика бәрін жетіп тастайды дейді да, автоматически шығып кетеді. Бұның жолы көбейту да. Мысалы мен 5-еуден сатамын. Біреулер 10-дан сатады да. То есть 10 блистерді қосады. Уже чек көбейді, түсініңіздер ме? И сол арқылы адамдарға алған кезде выгодно болады, сізге тоже выгодно болады жіберген кезде. Мысалы мына 120 таблетканы сатып жатыр, 240-тан бар, 500-ден бар, әртүрлі көп, 600 таблетка сатып жатыр, көрдіңіздер ме? И қызығы қараңыздаршы, мысалы мынау міне 1.700.000 рубль жасап жатыр да, Ойбай. какой-то таблеткадан. Бұл рубльмен еще 269 мың жасап жатыр. Бәрінде сауда бар ше, почти. Азды көпті. Набор ұстатуға да болады екен, ішінде майз болсын, бальзам, Әртүрлі бар варианттар, просто жасай беру керек та, тоқтамау керек. И мысалы мен қазір өзімдік есепті қарасам, мысалы маған где-то таза пайдамен 300 мыңдай қалады екен да, сатқанымнан. Күніге 40-50 түсіп жатыр, 300 теңге таза пайдадан көбейтсем бағанағыдай 300 мыңдай шығып қалады. И бұл менің спокойно, мысалы квартирам жабады да. Хотя біреуге 300 мың ақша болмауы мүмкін, но кому-то это деньги. Хотя бұл сіздің жол шығыныңыздар жабады, рекламаға кетеді, расход жабуға болады да бұнымен. Осындай табадан 5-еу болса миллион жарым теңге сізге түсіп жатады мысалы. Көкейің тесті ма да миллион жарым теңге. Бірақ адамдар не істейді, менсінбейді. Өй дейді да. Жұрттардың чегін көріп алады ғой, типа ойбай, миллион рубль, 2 миллион рубль деген сияқты. Хотя өзің днода жатсың, но ана потолок айсбергті армандайсыңдар да. Степ бай степ дейді ғой, постепенно келеді бәрі. Асықпаңыздар. Вот. Енді көп ақшасы бар адамдар болса, осы жерде нормально салғысы келеді, оларға уже басқа стратегия. Бұл жақта сіз түсінуіңіз керек, қандай нәрсемен кіріп жатсыз да, нені рисковать етіп жатсыз. Біреулер ақшасын рисковать етеді, олар үлкен нишаға кіреді. Біреулер уақытын, бағадай энергиясын рисковать етеді, олар осындай көп әрекет жасаумен да, көбірек карточка салумен, көбірек бағадай неше түрлі методтарды попробовать етумен өзінің жемісін көреді. Мынау қате, мынау дұрыс деген пікір жоқ ше. Мысалы инстаграмда көресіздер, типа көп карточка салу 2 жыл бұрынғы нәрсе деген сияқты. Бұрын типа саласын түсіп кететін еді. Сейчас это не работает, типа сейчас надо продвигать через рекламу, внешканы қосу керек, ананы қосу керек дейді. Да, это так. На самом деле рекламаны қоссаң эффект больше болады. Но извините, сіздің қолыңызда бар 200 мың теңге, онымен сен реклама қосып көпке шаба алмайсың мысалы. Честно. Ондай кезде не істейсің? Ондай кезде осындай метод қолданасың. Сенде басқа вариант жоқ. Сондықтан любой информацияны сырттан келеді ғой сіздерге. Достарыңыз айтады, бағанағыдай эксперттерден көресіздер, фильтрден өткізу керек та, өзіңнің жағдайыңа ше. Сен қарап жүрген эксперт ол 10, 20, 30, 40 миллион жасауы мүмкін да. Оған 300 теңгенің маржасы қызық емес вообще. Ол менсінбейді. Оған дұрыс да, потому что оның ақшасы көп, обороты көп. Оған басқа стратегия керек. Өзінің брендін качать ету, көбірек оборачиваемость, ақшасын тезірек айналдыру, инвестормен жұмыс деген сияқты. Ал кімде ақшасы аз, оларға басқа стратегия, сізге ондай нәрсе бармайды. Потом кім Алматыда барахолканы қолданыңыздар. Барахолка деген сіздерге тегін Пиндода 1688 ғой, товар дейтін 1040. Неге соның барлығын салып көрмейсіздер да? Манағыдай әрекет, мысалы мен көріп жатырмын, қасында партнер балдар бар, вообще бірде-бір обучение өтпеген. Бірде-бір обучение өтпеген, просто бір товар сатады бәрі ше, 10 шақты бала, барлығы электроинструмент сатады. И бәрінде заказ бар да, біреуінде көп, біреуінде аз, но бәрінде заказ бар. Жасайтын әрекеттері, товар заказ түскен кезде мощный подарок салады да. Упаковканы күштеп жасайды. Обязательно неге бракқа тексереді, потому что электроинструменттерде брак өте көп. Батарейка жасамай қалады, дрелдің басы айналмай қалады, бірдеңке болады, кейстер сынып келеді Қытайдан. Осының барлығын тексеріп жібереді. Түсіндіңіздер ме? Осындай подходпен енді Алла солай ниеттеріне берген шығар, бәрінде заказ бар. Почти. Азды көпті. Вот, бұл сіздерге осындай кіріспе, то есть нені қалайсыздар, қалтаңыз қандай жерде тұрып жатырсыз. Мысалы, банағы кім, Әлияхан химия сатқан. Мен болсам, уже сізде поставщиктер бар да, осы нәрсені қолдану керек. Химияның барлық түрін көріңіз, бәрін салыңыз. Мысалы, мен айтқандағыдай, минимуммен мысалы 3 карточкадан саламын. Өзімнің стратегиямды айтып жатырмын. Осы жазда келіп қолданған.
барлығы рабочий. Қазір мен осы нәрсені ускорить ету үшін басында мысалы партнермен келдім и өзім салдым да 14 карточка салдым, соның 5-еуі атты, барлығы сезонный болды. Осының ішіне біреуі мынау мысалы не сезонный да, әлі кетіп жатыр. Ол бір ма. Екінші мен менеджер алдым. Менеджерді айға төлейтін емес, карточкаға төлейтін етіп алдым. Бір карточканы салу примерно 50-100 рубль брендті. Бір карточка салу. Ол юнит есептемейді, остаток қоймайды, тек қана просто карточка салады болды. Қалғаны өзіңіз істейсіз. Мен сол қырғыздар тауып алдым арзанға, олардың ставкасы примерно 50 сом бір карточка жасайтын. Все. Инфографикамен 70 рубль. SEO деген кезде имейте в виду, ол отырып бір сағаттап сіздің SEOңыз қарамайды, шыны керек. Қарамайды, да? Ну, естественно, енді 250 теңге сіз де істемейсіз ғой, қарасаңыз. Ну да. Сол ғой. Да. Бұл жерде просто надеждада кейде топовый конкуренттен көшер дейсің, основной наименованиясын дұрыс жаз дейсің, кішкене қарайды, өзіңіз подсказка беріп жатсаңыз. Но в основном бана нәрсені попробовать етіп көру ғой, просто. Көрдіңіз ба? Сізді мысалы 200 товарды салғым келеді да, бірақ уақытым жоқ физически. Анарға делегировать еттің, кейін өзіңіз поправка жасап жіберіңіз, уақытыңыз болса, сонымен болды. Заказ түссе, соған акцент бұрып бастайсыз. Ешқандай проблема емес. Кейін, мысалы, мен обычно 10 күнді күтемін, заказ вообще түспесе, ол товарды кетіп тастаймын болды. Толтыра бермеймін да, немді, базамды. ФБС-пен Вот. сатасыз ғой да, получается. Осындай. Мен қазір ФБС-мен сатып жатырмын. ФБС Москва, ФБС Алматы. Екі жақтан. Мысалға біз Астанадамыз да, Алматыға мен әлде көрмеппін поставщиктерден. И қалай мысалға Астанадағылар қалай Алматымен не істейді? Мысалға олар Вообще негізі тоже проблема барлық біздің миымызда, біріншіден. Екіншіден айтайын, сіздерге фулфилмент беремін, который ВБ-дан, ой, какой там ВБ, барахолкадан закуп жасайтын, и товарыңызды орап жіберетінше. Өзім жұмыс жасайтын фулфилмент беремін. Жақсы жігіттер, соларға сен тапсыруға болады. Ана Екінші жерде. момент бар, всегда есть риск. Товарың болмай қалады. Да? Прописка. Сен салып қойдың карточканы, примерно неден қарап, поставщиктен, ол товар жоқ. Это нормально. Главный заказ түсіп тұрса, постоянно, ол товарды көбірек алып қойыңыздар, бірінші вариант. Екінші вариант, Қытайға шығыңыздар. Күтіп отыра бермей. Бір момент айтып жатырсыз, сіз көбірек алып қой деп, егер Астанада болсақ, оны сіз не, барахолк через фулфилмент деп жатырсыз. Хранениеға төлейсіз. Біз заявка түскен кезде жаңағы жігіттерге айтып отырамыз, олар упаковать етіп салып отырады. А товар бітіп қалса ше? Енді былай қараңыз, мысалы 1 рет, 2 рет, 3 рет заказ түсті да, қайталамын ше. Уже сіз де білесіз ғой, мысалы воронкасын қарайсыздар ше, қанша адам кіріп жатыр, қанша адам корзинаға салып жатыр деген сияқты. Көп болса, уже алып қойыңыздар, сол фулфилментке сақтаңыз. 2-3 коробка алып қойшы маған. Сосын остатокта андай керек емес, біреулер бар, 1000-2000 деп қояды, қолында вообще копейка товар жоқ. Мен мысалы остатокты өзімде либо қолымда бар нені қоямын, либо мысалы 10-20 деп қоямын. Если көп заказ түсіп жатса да, мен қатты минусқа кетпеймін. Сол 10 товарға түседі, 5-еуін таптым, 5-еуін тапқан жоқ, отмена болады, нормально. 1000 деп ешқашан қоймаймын. Одан күйгенбіз да, кезінде заказ көп түсіп кетті. Скидканы қате қойған кезіміз болды. Бәріміздің басымыздан өтті ғой не нәрсе. Қателеспеймін деген өзінде кейде қателесіп кетесің все равно. Сондықтан да ең басты не момент, остатокты көп қоймаңыздаршы. 5, 10, 20 жарайды. Содан кейін бар көбейтіңіздер, толтырып алғаннан кейін. Келесі момент, мынаны жазып қою керек. Мысалы, мен қайтем, сіздермен бірге ниша іздейміз ғой. Нишаны таптым ба, сразу карточканы саламын. Примерно іздеймін, барахолкіден, телеграмда группалардан іздеймін, сосын интернеттен іздеймін, да. Плюс-минус бар нәрсе болса, болды мен саламын. Карточка саламын, остатокты 1 немесе 2 деп қоямын. Нормально маржамен қоямын, сосын көремін. Заказ түссе, сол товарды іздеп бастаймын. Либо Москвадан, либо Алматыдан. Түсінікті? Заказ түскеннен кейін. Вдруг таппай қалып жатсам, ничего страшного, 50% штрафын төлеп беремін ше. Зато мен оны тексердім, да. Өткенде атып кеткен ешам тоже сондай. Анау қалай болады, мынау қалай болады деген жоқпын. Просто карточканы салып қойдым болды. И қалай салдым, солай заказ түсті. Кафетерияда отырып салдым, үйге келгенше заказ түсті уже. Остатокты көбейттім, тағы заказ түсіп жатыр. Случайный заказ емес та уже. Бағасын көтердім, тағы заказ түсіп жатыр. Сөйтсем, ол вообще дефицит товар екен да. Бәрі қырылып іздеп жатқан. Егер де мен оны ойлайтын болсам, типа, тамақ қой, еріп кетеді ғой деп, бағанағыдай алдын ала шешім қабылдап салмай қалсам,
наверное оны мен вообще дәмді сезбейтін едім да оның нишанды. Окей, Осынау кеттік. батырларымызды қайдан таптыңыз? Тоже Ау? поставщиктер арқылы ма? Өзіңіз іздеп жүрдіңіз бе? Оны кәдімгі неден Гуглға іздеп тауып алдым. Кәдімгі магазин, біздің Жоқ. Magnum сияқты. И соған Москваға біреуге айттым да, заказ берші деп заказ бергіздім. Сөйтіп үйіне алдырдым мысалы. Жоқ, бұл жерде бізде мынандай сұрақ болып отыр ана қыста да менің ойымша. Егер тапса, біз өзіміз оны тауып, жаңа фулфилментке апарып тапсыруымыз керек қой деп отырмыз. Значит, сіз Telegram каналда жаңа бәріне подпискадасыз да, іздеп тауып, связьға шығып, не бересіз? Бүткіл расходты жаңа бағасына қосып, Да. а Жоқ, оны былай біз болды, өзіміз мысалы. бәрін жасаймыз деп отырмыз ғой енді. Ол бізге қиын ба, қайдан тауып, қашан салып жібереміз деген сияқты, наверное. Я Бірінші, солай түсініп отырмын. ладно, мен сіздерге не беремін, база поставщик беремін. Телеграмда өзімде бар, барахолкідегілерді. Ол жақта барынша свежий товар саласыздар ғой. 2 ай болып өткен товар салмай ақ қойыңыздар. Жаңадан шығып жатқан товарларды салыңыздар. Сосын заказ түсіп бастаған кезде, тоже остатты көп қоймайсыз ғой. 5-10 деп қойдыңыз. Заказ түсіп бастады, банағы фулфилментке айтасыз. Либо ана жақта өздерінің для связи контактісі болады ғой, көбінде WhatsApp-қа. Звондайсыз, немесе жазасыз, осы товар бар ма деп. Бар десе, фулфилментке айтасыз, осы жерден барып кетті. Бұлар алып кетеді. Бір-екі рет жасадың ба, нормально болды ма, уже көбірек алып қойыңыз да. Мынадан маған алып қойшы деген сияқты. 10 штук, 20 штук. Осы нәрседен өтіп алсаңыздар, ары қарай Қытайға шықсаңыздар болады да. Либо сол оптовикпен жасай беруге болады. Менің сұрағым бар еді, услугасы қанша болады фулфилменттің, саламатсыз? Әрі қалай. Прямо әрі қалай. Примерно средний 500 Әр теңге. түрлі да? Әр товар әртүрлі, объемға байланысты. Астанада 500 теңге бір штугына. Оны Да. қымбат деп жатыр. Шымкент жақта қазір арзан. Так енді зато бәрін надежно салып жібереді. Міне қараңыздаршы, екінші қателік ше. Осы жерден сіздер сразу пайда ойлап кетесіздер да. Сразу байып кету керек. Өзі 500 теңге маржаң болып тұрса, фулфилментке бере берші. Сен главное тестировать етіп жатсың ғой. Дұрыс па? Көрдің, пока пайда тапқан жоқсың, нормально. Карточкаң жайлап жүріп жатыр, заказдар келіп жатыр. Любой адамның сіздер Алматыда таныстарыңыз бар ше. Бір студентің болсын, әйтеуір бір адам бар ғой, мүмкін емес Алматыда ешкім таппайды. Надо будет студенттер жалдап упаковка сатып алыңыздар ше. Фулфилмент қымбат десеңіздер. Любой студент сізге орап береді, 5.000 теңге бір күндік ақшасын берсең, қанша товар болады, сонша орап береді. Сіз сонда Россияда складын жұмыс жасайсыз ғой. Сіз Мен осы товардың, например, нені, экспорт таблетканы жасаймын. жеткізесіз еді. Қараңыз, мен мысалы жазда сатқан товарым, өзім Москвадан заводқа шықтым, Яндекспен заказ бергіздім, ана фулфилментке апарткыздым ше. Оны Қазақстанда отырып істедім бәрін. Екінші товарларым болды, өзім осы жақта упаковать етіп, дайын күйінде Москваға жібердім. Олар өздерінің складтарында сақтап, күн сайын заказ түскен сайын апарып отыр. ФБО, да? Типа ФБО емес, ФБС-пен Москва. Қазір ФБО шыны керек қиын болып кетті. Мына платный приемкамен, ана коэффициенттермен ешқандай пайда таппайсыздар. Сіздің Москва ФБС-теріңіз как ФБО жұмыс жасайды почти. Испол кешіріңіз, мен нетсем бола ма? Мен Москвадамын, көмек керек болса, можете обращаться. Вот міне Москвадамын дейтін. Мгм. Түрін Өзара көріп алыңдар да, связь. ертең бірдеңе Мен 20 болса, штук товарым жоғалып қалды. кім айтады? Қазір Алтын ханым, жайрақ жазамыз. Хорошо. Так, Әсел, Қытайдан закуп после теста ФБС аласыз ба дейді. Қараңыздар, мен негізі, ашығын айтайын сіздерге, мен Қытаймен өзім қатты жұмыс жасамаймын. Бірақ рет бір 3 нишан заказға бердім. Қазір ол инфографика салынып жатыр. Жақсы кетсе бұйырса, оны не істейміз. Дальше сататын боламыз. Именно осы мысалы мен алған нишамда қазірде 150 штук алдым, 3 товардан по 50 штук. Ешқандай тестсіз, просто тестировать етуге осы ақшаны құрттым, 150 штукқа. Где-то бір 100 000 теңге ме кетті. Осыны тестировать етем, жақсы кетсе сатылады, кетпесе мен 100 000 теңге минусқа кетемін. Грубо говоря, болды. Түсінікті? Хотя OLX-пен бірдеңе себеске сатуға болатын шығар, возможно. Ешқашан мен тек минусқа кетпеу керекпін деген позиция болмау керек. Плюс-минус минусқа кету, кішкене табыс табу, 0 болып қалу, все нормально. Бәрінде болады. После выбор неше без теста ФБС, ол затты Қытайдан алсақ минимально неше штук алу керек. Бұл жерде қараңыз, себеске қарау керек та. Мысалы мен қымбат товар болса, қатты көп алмайтын едім. Мысалы менің товарым бағасы біреуі 900 теңге, 1000 теңге, 700 теңге болды да. В принципе, қатты қымбат емес. Келуімен сол манағыдай баға шықты, 100 000 теңге аяқ-бұяға шықты.
доставкасымен бірге. Поэтому мен елуден алдым тексеруге. Поэтому сіз өзіңіз бюджетке қарайсыз. Негізі нормально сатамын десең, где-то 100 штук деп ойлаймын первоначально. Потому что продвигать ететін болсаң, самовывоз жасайтының бар, тарататының бар, складтарға бөлетінің бар, сонымен кетіп қалады ол 100 штук. 10 штук, 20 штук алып керек емес. Қолдан болмай қалады. Ни туда, ни сюда жоқ. Окей, түсінікті? Мгм. Так, информация кіріп жатыр ма вообще? Біз әлі неше іздеу кіріскен жоқпыз. Базада жүрік та. Қалай тест Жоқ, жасаймыз? барлық информация қызық бізге. Өте түсінікті. Полезный. Каспиймен сатып жатырмыз, закрытый бренд. Қалай ойлайсыз, бюджетерия саласыз? Бюджетерия негізі біз сатқанбыз, өте жақсы кетеді. Маржа мощный болады. Бізге оны продавать ету қиын болып тұр. Суретке түсіру. Ол 2 жыл бұрын әйелім екеуміз саттық. Мына хит кулондар бар ғой, өйткені 4-3 топ келе ма бүйткенше бір крестикке ұқсаған. Сондай нәрсе сатқан болатынбыз. Клевер дейді ғой деймін, иә? Білмеймін. Атын білмеймін, шыны керек. Жақсы маржа қалатын жоқ. Заводпен тікелей жұмыс. Проблема жоқ қой, әсел. Алда просто салсаңыз ешқандай қиын жоқ. Если проблема болып жатса, ФБС-пен сатыңыз, сосын ФБО-ға жібермей қойыңыз. Манағыдай поддержка бірдеңе істеп, блокқа салып істеп сатпай қоя саласыз да. В основном негізі бізде бір адам бар, тоже сатып жатқан бір Пандораның сақинасын сата ма бірдеңке. Тоже күшті кетеді мысалы. Пандораның заттары. Ол сатып жатыр мысалы. Қанша ай болды уже. Егер осыған ұқсас нәрсе болса, Пандора деген сияқты сата берсеңіз болады. Так, кеттік. Енді давайте инструмент өзіне көшейік. Қалай іздейміз да? Да, Атакент ФБО просто арзан да. И байсерке. Сосын мынандай нәрсе де бар. Тоже өте қарапайым инструмент. Адамдар бірақ қолданбайды ше. Мысалы, мынандай қараңыздар. Тоже жазып қойсаңыздар болады. Мен банағы мысалы дәріні осыны байсеркеге қоямын, и Атакентке қоямын да. Кей адамдар бар, тек қана байсеркеге қойып қояды. И мен қараймын, заказ маған и байсеркеден, и Атакенттен түседі. То есть сіз просто Атакентті алып тастау арқылы, немесе байсеркені қоспау арқылы заказдарын қағып жатсыз да. Ертең бұйырса менің фулфилментім бана жұмыс жасап жатқан Астананы ашылайын деп жатыр. И Астананы қосамын да мен. Просто әрбір склад қосқан сайын заказдарыңыз көбейеді. Соны есте сақтаңыздар. Сұрақтан бола ма? Мен, мысалы, Москвада менде бүкіл емес енді Каледино, Белая дача, Белые столбы, Электросталь, Обухов, солар бәрі ше бар. И каждыйында остаток бар. И маған біреу айтты да, типа, зачем сен каждыйына ФБС-қа саласың, как бы разница жоқ деді. Мен айтамын, ол сағаттарға бар ғой, говорю, каждый, допустим, адамдар өзінің жақын сағатты по месту геолокацияға байланысты ғой. Конечно. Это увеличивает ранжирование. Чем больше складов, тем больше ранжирование. Это же ничего страшного. Маған біреу айтты, типа, нет, ол сен когда 5-6 склад жасасаң, товарың не ранжируется, түсіп кетеді, бүйтіп кетеді. Маған сол наоборот, маған, допустим, Калединодан жақсы, Электростальдан жақсы. Белая дача, осы округта, мен өзім Белая дачаның тура жанында тұрамын да. И осы жақтағылар, в основном, как бы... Район болғаннан кейін можно в любой склад отгружать, по сути. Сізге заказ Калединодан түссе де, вы можете с Белой дачи отгрузить или с Подольска. Нет, здесь нет, здесь 5 этих, восток-запад, соларға қарайды. Да, бұл жақта Москвада бөлінеді. Калединоны... Москвада 5 не бар. Востокта востокқа, западта западқа, югта югқа. Допустим, Электростальдың товарын мен Белая дачаға өткізе аламын. Өйткені екеуі бірге восток. Все, онда дұрыс деп жүрмек екен. Дұрыс деп жүрсе. Манағыдай сосын дұрыс Калединоны қостық қой біз. Біздің фулфилмент сол Калединоға барады да. Именно Калединоны қостық. Уже мен как только Калединоны қостым, мына ФБС-тегі байсеркелерім азайтты, әлдеқайда азайып қалды. Зато потоктың барлығы Москваға кетіп жатыр. И олар жақында осы Белая дачаны қосты. Именно остаток бірақ менде жетпейді да, қазір қосайын десем. Как только сіз складтар көбейтесіз, мына алтын айтқан сияқты, заказдарыңыз көбейеді. Кәдімгідей көбейеді ше. Сосын қазір енді бәріміз шектеп жатырмыз шыны керек, потому что Қазанға бұрын жіберетін едік, бәрін жібере алмай жатырмыз да, платный прием кесәрде. Енді біз іздеп жатырмыз ФПС, Казан, ФПС, Петербург деген сияқты. Тоже оптимальный цена беретін адам болса, біз ол жаққа жібереміз. И сол кезде заказдар вообще көбейетін болады бұйырса.
айтайын деген сол, егер де сіз мысалы жасымен Шымкенттесіз ғой, Шымкентте отырып и Шымкентті қосыңыз, и Алматыны қосасыз, Атакентті қосасыз, Орал, Ақтөбе ашылды, сол жақтан сонымен тауып бәрін ашсаңыздар, сіздің зона покрытиеңіз өте үлкен болады. И клиенттер обязательно жақын алады, и доставка арасы жақын болған сайын доставка арзан түседі оларға. Сіздің мысалы Алматыда тұрған товарыңыз мысалы 4.000 теңгеге қойсаң, Алматыға 4.000 теңге алып шықса, Москваға билеті 4.500-5.000 теңге болып шығады. Қымбатқа көрінеді. Тексеріп көрсеңіздер болады. ФБЗ-ны Ну, ауыстырып. я это видела, да, там, потому что цена в России больше, когда мы ПВЗ выбираем, там цена другая выходит. Да, ол доставканың кесірінен. Сіздер сол бағанағыдай әрбір складқа жүктеу арқылы сол нәрсені бағасын түсіре аласыздар и срок доставканы қысқарта аласыздар. Өте маңызды нәрсе. Көп адамдар мән бермейді. Так, кеттік. Одан кейін, давайте қазір тоже бесплатный методта не істейік та, қарайық. Мысалы, бір қазақ эпін таптыңыздар ма? Соны өздеріңізге неге алыңыздар? Мониторинг дейді ғой. Отслеживать ету, да? Мысалы, мына жақта қазір менде Москва тұр ғой, ПВЗ. Мынаны мен Алматыға қоямын. Алматыға қоямын, бүйтіп. И осы жақтан бір товарлар іздеймін. Мысалы, мына суставит болсын. Осы суставитті кім сатып жатыр, соған кіремін. И ол вообще не сатып жатыр, дальше қараймын ше. Ешқандай маған MP-стас ештеңе керек емес. Просто кәдімгі ВБ-ның өзінің аналитикасы. Так. Мысалы, қайсысы көп жасап жатқан ба? Айырып жатқан. Энергия Востока 200 мың, миллиондар бар мына жақта. Мына 1 миллион бар екен да. Мына кабинетке кіремін. Осыны дальше қойып барамын ғой. Бұл не сатып жатыр? Потому что бұл адам сататын нәрсе, бұл уже барахолкада примерно бар. Түсінді ме? Ол байсеркеден сатып жатқаннан кейін, уже понятно. Астанадан сатып жатқаннан кейін. Мысалы мына кісі Астанадан сатып жатыр екен. ФБС Астана деп. И дальше бұның ипсінің несіне басамын, магазинге кіремін ғой. Қандай ассортиментте бар сатып жатқанын Ассортимент бар, көру иә. үшін да, Ол собственно. китайский тағы бірдеңе қосты, скорее всего. Ол нәрсені мен өзіме салып тастаймын да. Неге тексермеске мысалы. Бізге осындай қарапайым базовый аналитика жетіспей жатыр ше. Барлығымыз бүйтеміз. Товар салып қойып күтіп отырамыз да, заказ ше. Қашан түседі екен деп. Қиындатып бәрінен да. Иә, Қиындатып скидканы жібересің. ауыстырып отыру, кішкене бағаны түсіріп, көтеріп отыру, бір әрекет жасау керек та. Мынау мысалы 3000 отзыв жинап қойған, енді баяғыдан сатып қадам екен ше, қараңызшы. 3000 отзыв деген масқара ғой. Так, чатқа жазып жатқан желательно не болса жақсы болады еді. Аудионы қоя салсаңыздар ше. Міне, үстінен басам. И кіремін. Примерно қараймын, мына адам 2,5 жыл болған сатып жатқанда, ВБ-да. Ипсін бүйтіп басып қарап жібересіздер, орыс па қазақ па деген сияқты. Бұл енді яғни қазақ. Міне биін барлығы тұр. И товары 18+ бар, мынандай әртүрлі товарлар бар екен, көрдіңіздер ме? Сіздер MP-стас қосылған кезде мына жақтан выручканы шығарады да. И қарайсыздар, қайсысы ақша жасап жатыр. Бұның барлығы ашайын тұрған жоқ, примерно. Бұның барлығында примерно заказдан бар, көрдіңіз ғой, отзывтар жинап қалған потому что. Коленко отзыв дейді, витамин С. Былай қарасаң, мынаны кім іздейді деп ойлайсың ғой, аты жоқ та, мысалы, китайский. Бір орысша жазу жоқ. Бірақ сол Алланың құдіреті сондай, білмеймін, заказдар келеді екен. Соған өзім көрдім жетті осы жол. Әйтпесе мен мана жасыл дәріні былтырдан бері білетін едім ше. Бірақ салмаған бұл. И осы жолы жазда келдім де салдым. И заказдар кетті менде. И сіздерге бір өтініш, примерно осы жерден бір адамдар кіреді ше, сол бақылап көргісі келеді. Бағаны құлатпай қойыңыздар. Демпинговать етіп, панолем сатып, сауданы құртып керек емес. Нормальный бағаны ұстап отырсаңыздар, бәрімізге де сауда болады. Вот мынаны қара не бұрын хит болған шампунь ғой, соны да сатып жатыр екен мысалы. И көру керек, осының ішінен қайсысы ұнайды сіздерге, қайсының несін таба аласыздар, поставщигін, соны салып, дальше сата беру керек. Бұл бесплатный метод. Любой нәрсеге қатысты. Мысалы, типа аэрогрилл ба, хит болып жатқан.
Аэрогриль сезон білесің? жоқ товарларды. Аэрогриль сезон жоқ, иә, мысалы. Потом бір секунд. Мына жаққа тоже алматыны қоясың. Короче, любой товар жаздың, сатқың келетін, и қарайсың да, кім сатып жатыр екен. Алматыны қойған кезде и срок доставкиді азайтасыздар, 5 күн деп ше. Сол кезде таза Алматы. Алматының продавецтердің барлығы осы барахолканың осы техникасына кіріп кетеді ғой. Біреусінің техника болса болды, техникасымен жүре береді олар барлығы. Иә, сондай ғой. Бірақ кейбіреулер бар, бір навороченный бірдеңе әкелетін ше. Сортау болсаңыздар болады. Сол бәрінде базы почти поставщиктер менде просто бар да. Бәріне бір қарасаң, бәрі бірдей товар, почти бәрінде. Не бар соны сала береді. Да. Тура солай негізінде. Міне срок доставкиді қойыңыздар до 5 дней деп. И сол кезде Россиян адамдар шықпай қалады. Қазақтар шығады көбінде. Күшті отзывпен бар ма? Ойбай, дайым өттім. Қазақтар осындай групп деп ат қойып қояды көбінде. Міне қазақ екен. Жүзбай Руслан 94 12 20. Міне клиент техниканы толтырып қойған көрдіңіз ба? Бұл магазин неден ашсақ, примерно көреміз выручкасын. Просто менде Google Chrome жай жұмыс жасап тұр. Соның кесірінен қазір ашпай жатырмын да. Аэрогриль толтырып салған көрдіңіз ба? Түрлі варианттарды салған, адамдарға вариант берген, әркім өзінің қалтасына келген алады. Мына сетка мысалы білесіздер, хит болғанда. ыдыс жуатын ба, тряпка да, кухонная. Металлический сетка бағасы 3 теңге жетер-жетпес. Бұны мысалы менің студенттерім сатады, әлі сатып жатыр. 101 штуктын сатады да күніге. Количество біреуінде 3 штук, біреуінде 5 штук ана. Әртүрлі сөйтіп қоя бересіздер, сонымен сата бересіздер. Мантовардың астына қояды, мынандай былай қарасаң ешкім керек емес, бірақ қатты өтетін нәрселер. Так, кеттік. Давайте инструменттің өзіне өтейік. И мен былай етейінші. Сіздерге қазір дәрі деген кезде прямо андай дәрі сатуға болмайды әзірге. Типа антигриппин, аналгин деген сияқты дәрілер бар ғой. Китайский БАДыға ұқсаған шөптен жасалған нәрселер болады, мне кажется. И сіз қандай категорияны таңдайсыз, соған байланысты. Оны айтқаным сол ғой. Мен ана категорияны таңдадым, заказ түскен жоқ. Экстракты дейтін бірдеңені таңдадым, заказ түсті да. Соған байланысты сосын составқа мән беріңіздер. Кейбір нәрселер бар, сатуға болмайтын. Сол нәрсені составқа жазсаңыздар, сіздер блокқа кетесіздер. Жауап бердім деп ойлаймын. Енді Кешіріңіз, сіз пока іздеп жатқанда мен жаңа сатып отырған нелерім аптекадан алып жатырмын. Наверное, не стоит да осымен тоқтата салғанда дұрыс шығар онда. Нет, не стоит емес, аптекадан ала беріңіз. ФБС-ін сата берсеңізші просто. По факту заказ түсіп жебей бересің болды да. Бірақ ол жай андай крем сияқты не да, кремдерге қосып қойған категорияға. Өйткені как крем ретінде енді. Бірақ аптечная. Дұрыс, иә. Вообще тема. Нет, вы же с аптеки можете продавать. Я, допустим, в Алмате есть одна ниша у меня, в Москве его нету нигде. Раньше, как бы, из-за санкций, он есть у нас в Казахстане в аптеках. И менде аптекадан алады, жібереді, Алматыдан түседі. Аптека, ну, Алматыдағы аптекаларда бар. И даже вы болғаннан кейін взять. Санкция болғаннан кейін ол жаққа бармай тұр ол дәрілер. Соны алып сол жаққа өткізіп жатырмыз. Негізінде сондай товарлар вообще жақсы ше, наоборот. Потому что орыстар даже розничный бағамен алсаң да, маржа жақсы көресің. И оны оптовый алып алсаң вообще тема болады да. Автобус склад, я табу керек. Жоқ, оптом не получается пока. Поэтому Алия сата беріңіз, проблема жоқ. Главное, адамдар пайда берсе, зиян келмесе болды. Жап-жақсы алып жүріп келе жатыр еді, тоқтатты да қалды соған прям. Кері качество ететін сынбау керек, проблема жоқ. Бірақ кейбірлер айтқан ештеңе жазбай-ақ, біраз уақыттан кейін, 1-2 аптадан қайтадан аш деп. Сіздің негізі көрдім да, мен де жазайыншы деп поддержкаға жаздым. Ол негіз крем ретінде ешқандай запрещенный нәрсесі жоқ деп жазып жібердім. Бірақ көреміз енді, аха. Енді қараңыздар, қазір мен осы жазда анализ жасап мынандай нишалар бар. Астына кете береді. Бұл қандай немен кім алады? Инстаграмға сторис салған адам болса, мені белгілеп, сол адамға осы файл жіберемін. Мына жақта ниша ішінде бар, 15-20 шақты. Өзім партнермен кірген кезде анализ жасадым, қайсысынан кіру керек. Ақшасы көп, типа выкуп жоғары деген сияқты нишаға анализ жасап қойдым. Осы файлдың ішінде бірінші ниша бар. Осы файлды сіздерге беретін боламын. Инстаграмға
сторис салып отметка жасаған адамдарға бонус ретінде. Түсінікті? Любой сабақтың фрагментін не салып белгілеп салып жіберсеңіздер болады. Кеттік. Так, ең бірінші көрсететін метод, ол менің телеграмда да бар. Бірақ тегін нәрсені көп адамдар қолданбайды. SEO-да подбор запросовпен. Скорее всего, бәріңіз білесіздер, но біз оны өтеміз. Так, осы жерде мен бүйтейін. Записьті тоқтатып, новый запись жасайын да. Остановить.